Barchangizga salom. Mening YouTube kanalıma hoş geldingizlar. Men bugun sizlarga песочный pechenye жасайтын боламын. Рецептен sizlarga бөлісетін боламын. Қалай жасалу жолдарын көрсететін боламын. Бұған мен 500 грамм ұн, 250 грамм қаймақ, 200 грамм сары май, 1 жұмыртқа, 1 чайный ложка разрыхитель қостым. Ең алғаш ұнымды салып алдым, үлкен ыдысқа 1 қасық разрыхителімді салып, араластырып алдым. Енді 200 грамм сары майымды салып, ұнмен араластырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Бір жұмыртқамызды 250 грамм 20% магазиннің қаймағын қосамын. Полный араластырып аламын. Қамырымыз жұмсақ болып келеді, жұмсақ болады, яғни. Осылай полный араластырып илеп аламыз. Мен ұнымды полный қоспай, кішкене ұн алып қалғанмын, 50 граммдай. Осылай илеп алғаннан соң пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді міне мен мұнда начинкасын дайындап жатырмын. 100 грамм қантқа 100 грамм ұн, 50 грамм сары май қосып, начинкасын дайындап жатырмын. Арасына начинка салдым. Осылай начинкасын дайындап аламыз. Енді дайын болған қамырымызды холодильниктен алып, 30 минутқа салынған қамырымызды осылай 4 бұрышты қылып жаямыз. Қатты жұқа қылмаймыз, қатты қалың қылмаймыз. Осылай жайып аламыз. Енді арасына начинкамызды саламыз. Шетіне начинка салмаймыз, ораған кезде шашылмау үшін. Осылай ораймыз. Біріктіріп аламыз қамырымызды, осылай начинкасы шашылмау үшін. Енді 3 бұрыш қылып кесеміз. Шетін алып тастаймыз. Бір жұмыртқаны жарып, бетіне жағып алсаңыздар болады. «180 градуста пешті қыздырып аласыздар. 30-35 минутта пісіп шығады. Кескен печеньемізді салып, осылай пісіреміз. Өте дәмді болып шығады.